Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Кенесары Наурызбай. Дастан. Дүр гауһардың данасы, үйсіздерге үй болған бұл арқаның панасы. Ата бір тегін сұрасаң, хан Абылайдың баласы. Кенесары Наурызбай, тұра алмай оның кеткені бұл жақтағы қазақтың аузының аласы. Ұсталар алар қолына қышқашпенен балғаны, Кенесары Наурызбай қырғыз бір болды арманы. Әледен өтіп хан кетті, өр дулатқа барғалы, сол жақтағы қазақпен қосылып барып алғалы. Барып еді ер дулат, барғанын қабыл алмады. Асаулар үзді шідерді, сыйламай дулат жіберді. Сеніп келген халқынан хан кені үзді күдерді. Күздігіні болғанда қатуланды, қатланды, хан қамалдан аттанды. Қол асты қалың шеңгелден, қосшы деген елді алды, қарағаштай шөңгөлден қалшасын ұстап байлады. Хан болып халқын меңгерген, сатуына қалшаның 9 түйе арттырып, отаулатып қыз берген, қисайған жағын түзеген. Хан кенеге берген бақ, қоқаннан ауған көп дулат, қарағаштай ел келген. Мәмбет оғылы Байзақ, Балғожа медет ол келген. Жауын қайда мен жолдас, хан кенеге жел берген. Жоғарыдан суағар, жүйесін тауып төменге, ат самылтық етпейді асылдан соққан беренге. Дулатты сүйді хан кене, мен жолдаспын дегенге. Сұңқарлар жайды қанатты, жұртына салды санатты. Қарағаштай кеп дулат, хан аузына қарапты. 6000 кісі аттанып, Ақсу деген өзеннен шапты бір қалша болатты. Бұл сапарда кене хан 4 қамалды бір бұзып, жұртты аузына қаратты. Қоқилатып қырғыздың қатыны мен қыздарын қос-қосқа бөліп таратты. Дулаттың алған малына бір төлеңгіт бармады, олжа атын алмады. Қызыл тұмсық болсын деп ғақылмен аузын қандады. Екінші қабат аттанды, естіген дулат қалмады. Байзақ келді төменнен, кеңілі бітті айқасып Кенесары төреңмен. Телімдес болды олжаға Наурызбай атлы беренмен. Бір күні қайта ел шапты таудағы 6 өзеннен. Зеңбірегін асырды Абылай аспас кезеңнен. Құлақ бір тарс бекінді, Кенесары Наурызбай таудан асты дегеннен. Абылай аспас асудан асамын деп өрледі, асуды қырғыз бермеді. 5 күнгеше атысты, қазақтың әлі келмеді. Қара балта, соққылық, аңғарынан шаң асты, атынан әркім адасты. Қырғыз қазақ ат қойды, бір кезеңге таласты. Абылай аспас асудан асамын деп асалмай, көп қырғызды басалмай, ерлер сонда бір састы. Ұрыс қылды қырғыздар, төбеден атын ойнатып, қызықсын деп асуға қазына төкті жайнатып. Жалғыз жолға су құйып, қар ерітіп қайнатып. Абылай аспас асудан асамын деп өктеді. Асуды тастап қырғыздар басқамын қылып кетпеді. Ойдан атқан зеңбірек тау басына жетпеді. Сол уақытлар болғанда ыза болып хан кене келтірді 2 түйені. Шөгере салып түйені зеңбірегін сүйеді. Тұрғызып қойып атса да, сонда да тауға тиеді. Атасы өткен Абылай, тілеуді бергей бар құдай. Былтырдан алған басшысы шапырашты Бұғыбай. Бұғыбай басшы қайда деп шақырды төре Наурызбай. Ай Бұғыбай, Бұғыбай, қорлық болды бұғалай. Былтырдан өзің келгеннен, елдің алдың жарлығын, қолдың жедің жабдығын. Бір кезеңнен айдадың 3 алаштың барлығын. Жалғыз жолдан асалмай, қырғызға беттеп басалмай, таутастың тарттық зарлығын. Жалғыз жолдан асалмай, қазақтың жолы байланды. 5 күнгеше атысып, тауысып тұрмын қайламды. Өліп кетсем Бұғыбай, көңілімде арман кетпесін. Осы бүгін күн батпай, тау басында қамалға бір тегіс шынайзамды. Бұғыбай сонда сөйлейді, сөйлегенде не дейді? Қол бөлініп жол тап деп, береме жауап ханымыз. Ағаңнан жауап алыңыз. Ағаңыз рұқсат ол берсе, томағамды сыпырып, қамауда тасқа салыңыз.
жауыңды шаншып беруге науанжан келмес халіміз, жол тап деген сөзіңнен төгілмес тейттей арымыз. Ер Наурызбай келіпті алдына қарсы кененнің, түсі суық тартқанда төрт қырланған жебенің, ажал уақыты болғанда қорғаны болмас көбенің. Рұқсат берсең кенеке, тау басында қырғызға барайын соған дебедім. Кенехан сонда сөйлейді, алдыңа басшы сал дейді, кетпесін жаудан ар дейді, дұшпаннан кекті ал дейді. Бұғыбай айтса бір сөзді, 200-300 кісі ерітіп, ертерек соған бар дейді. Сонда науан сөйлейді, Алла тағала жеткізсе, бір мұратқа жетейін, былтырғы қылған қырғыздың қорлығын бүгін өтейін. 200-300 кісі көбірек, оншама алып нетейін, аз кісіге жақсы екен Алатаудың саласы. Көп кісі қаптай шабуға, арқаның бар ма жазық сар даласы. 30 шама кісімен барғым менің келеді, қысылған жерде әркімге әруақта болсын панасы. Таң қалады Кенехан ер науанның сөзіне, бұл арада науандай қайырым жан көрінбес көзіне. Іріктеп алды манатты, қауырсынды қанатты, таңдап алды Наурызбай, тастан қайтпас болатты. 30 жігіт жөнелді Наурызбайдың соңынан, бұл сапардан науанның жұлдызы туды оңынан. Жаз жайлауы сардала, қыс қыстауы қарғалы, Наурызбай төрі жөнелді 30 жігіт соңында. Тау басында жиылған көп қамалға барғалы, Наурызбай төрі кеткен соң, төменде қалған қалың қол, тұралмадау ергіп, басын қосты біргіп, бастырмайды тау мен тас, шабуға жауға желігіп. Байларда бар тегене, жарлыда бар шегене, байзақ датқа түсіпті бұл жауаптың тегіне. Хан қасынан жылысып, жетіп барды көбіне. Ер байзақтың қараңыз көпке бір айтқан сөзіне, ат үстінде қайқайып қарап тұрып өлмелік, намысты қолдан бермелік. Теп-тегіс түсе қалыңыз, ер басына бір-бір тас түсіп бір жерден алыңыз. Қамалып босқа тұрғанша сөйтіп бір жолды салыңыз. Ер басына аяқтай тас аударсақ, бұтаудан жол салмасқа немене. Мұны айтты да ер байзақ аттан түсіп барды да жерден бір тас көтерді. Байзақ аттан түскен соң төгілі қалды арымыз, алмасақ та таудан тас, аттан түстік бәріміз. Нәзір қылды хан кене, жаңадан жолды саларға, құмбелді барып аларға. Жан аяма жамағат, бұл оттан адам қалар ма? Айдарға тұр хан кене, қашан соққан аранға. Қамыс басты бекерге, қайрат берді нөкірге, тізгін берсе кенеге, ер басына аяқты қайрат қосса жетер ме? Сол арада қарасақ, тау басында шу шықты, мұнара болып бұл шықты. Будақтап мылтық түтіні, қолында жасыл ту шықты. 30 көкжал бөрмен Наурызбай төрі бұл шықты. Жау жоғары біз төмен, жеткен екен қамалға. Наурызбай сұнды сұр берен, мінген бір аты көк дөнен. Қамалға кірді көлденің, жалғыз мұны көрген соң қалмады сабыр қарары, жауға қиын барары. Жаны қайтып шыдасын, түтеген мылтық ішінде көзінің кірді жанары. Жанған оттай бұрқылдап, көк дөнен ат астында ор қояндай бұлтылдап. Жарқ жұрқ етіп күнменен найзаның ұшы жылтылдап. Наурызбай кірді қамалға күншығыс жаудың шетінен. Шыдай алмай Кенехан ат қойды таудың бетінен. Бейкілігі сонша бар, шөкатым жер бармаяқ сыпырылып қалып барады көк бурыл аттың көтінен. Кенеханның арманы қырғызы таудан асырып, құмбелден жатпақ жай алып, не жаны қалсын кененің Наурызбайдан аянып, еріне көзін салмады, тарта берді шылбырын қылышына таянып. Қайтпасын ханның білген соң, тұс-тұсынан ат қойды түсініп қазақ оянып. Қол толды таудың тасына, барғалы жаудың қасына. 2000 кісі аттанып шықты бір таудың басына. Ханның туын көрген соң, қоқиласып шуласып, қырғыздың қатыны мен қыздары. Сол арада хан кене қырық арқанды жалғады, тартып алды арбаны, зеңбірегін бір атты, кеп қамалды бұзғалы. Зеңбірегін алған соң арқан менен сүйретіп, халқына қақыл үйретіп, қатарда қойып бір атты,
тауды менен тасты күңірентіп, шамға жақтық шырақты, жақын қылды жырақты, қожабай мерген ер екен, қамалдан малды құлатты, мылтығын тастап тау тасқа, қырғыздың қашты мергені, абылайлап ат қойып қазақтың қаптап келгені, 12 шамғал 100 мылтық, 100 қаралы мергені, алтын жатса алмады, олжаға көзін салмады, қамалға кіріп хан кетті Наурызбайды көргелі, таудың тердік шиесін, жат қыл дәргім иесін, қамалға кіріп хан шықса, шыққан екен Наурызбай, 50 шамалы жылқы алып, 70 шамалы түйесін қырғызға салып кесірді, әр кіргенде олжағып бір балалы жесірді. Қамалда жүрген Наурызбай хан кенені көрген соң, бүгежектеп жүрген еркінше шауып көсілді, қолына жасыл ту алып, ақ білегін сыбанып, бозбалаға сөйлескен ағасын көріп қуанып, Абылай аспас асудан кенекем дүкен құрғаны, батырлардың келіспес майданға кірмей тұрғаны, кенекем келді біз үшін, жақсылар деп сіз үшін, аянбай бүгін іс көрсет таманың батыр құрманы, бүгін бізге жар болғай бабамыз өткен Абылай, арғыннан шыққан қос жігіт, табыннан шыққан Бұқарбай, Шәкір мен Жәуке Төлебай, Шұбыртпалы Ағыбай, Төртуылдан Шанайдар, Қарауылдан Кенжетай, ойран салдың бозбала, ала бір таудың бетінде, мұнда қылмай қайратты, қосқа барып өкінбе. Істерің жақса бозбала, ұстатармын қырғыздан қос-қос қара жетімді, жан аянба қамалда, 12 шамғал 100 мылтық кенекем келген секілді, кенекем келіп қосылса, кім тұрар сенің бетіңде? Қылды бір жауға өкімді, ат тұяғын шаң қылдық Алатаудың дарасын, төрелер түзді жат еткен хан Абылай бабасын. Абылай аспас асудан аса барып ел шапты, қоқилатып айдады қырғыздың қатын баласын. Ел болалық дегенде, бергенде ет бар малын, бітір алмай төрі жүр көңілдегі арманын. Ол малын ел қайтарып, және шауып ел алды, Ақсудың бұзып қорғанын, және шауып ел алдық Ақсудың салған қаласын, шауып алды сол жерде Аспара мен Меркені, билеп тұрған ұлығы, Мәмедәлі деген сарт екен, ауызға кіріп сөз болған Ағауыз деген арғымақ, сол Мәмедәлі берген ат еді, белгілі бұрын кент еді, сарттың бір салған қаласы, 200 үйдің мекені, Ақсудың аяқ саласы, Қоқанды сол алды ғой имам батыр ағасы, мұны естіп хан кене 200 кісі ержанды бас шығып соған жіберді, дабылы кеткен кененің дыбан мен сыбанға, мұнан үріккен көп қырғыз қайта барып қамалды судың басы дауанға, ергенде қол симайды Алатаудың бауырына, дулатты соған айдады өшкен қырғыз жауына, 10 мың кісі аттанып кекіліктің тауына, мұнарамен шаң болды, Қызылсу Самса саласы, сол сапарда қазақтың қабыл болды тәубасы. Қол алдында жүргенде Наурызбайға жолыққан Кәрбоз деген бір қырғыз, ер қанайдың баласы. Кәрбоз сонда сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді. Ай Наурызбай, ай төрім, не жазғым бар еді Кенесары ханыңа, ешбір рақым қылмадың бір шыбындай жаныма, бітті деп көңіл қылмадың қырғыздағы арыңа, алмаған арың қалды ма қырғыздан сенің тағы да? Қосшыны шаптың шулатып, қарағаштай шөңгірден қалшасын ұстап байладың, хан болып халқын меңгерген сатуына қалшаның, 9 түйе арттырып отаулап қызды бергені, атаң Абылайдың тұсында бар ма еді қалыңсыз саған қыз бергені? Атаң Абылай тұсында осындай салт бар меді, қалың малсыз жесірді кәне саған бергені? Абылай аспас асудан аса келіп ел шаптың, туыңды түгіп құмбелден қыстай шауып елімді, баламды салдың телімге, босатып қойдың бостырып, атам екен жерімді, жаман қарамды өлтіріп, бір сындырдың белімді, бұрынғы соңғы ұлығың салған жолы бар меді елшіге берген өлімді? Қоқанда жатқан қорқытып, аттарын алдың бегімнің, тіріме қылсаң аз беді, өлігім саған не қылды? Атаңның хақы бар меді, енеңнің ақы бар меді Есқожа? Қанай көрінде бұған ашу бассын деп,
елімді саған тастадым, олжа қылып жатсын деп, жерімді саған тастадым. Бұдалғаның емес пе, жалғызда жалғыз ат мініп, қорғалап тауға босқаным? Не себептен хан кене қырғызға мұнша өшіккен? Ақ қалпақты қырғыздан қазаққа жазған несіптен, ат мініп жарақ асынған бізді аяма төрелер, есіркесең болмай ма жолыңда жатқан бесікті? Балалы арқар баурайды, баласыз арқар маңырайды. Мейірімсіз мұнша болғанша, не шүршіт пен не қалмақ бірде болсаң болмай ма? Жақсы айтасың кәрібоз, қонысын орыс алған соң кенекем кеткен жерінен, бауыр суы бол жерден қарашы болған елінен, 12 кісі бас қылып жеке батырым жібердім Қоқүйдің шалқан көлінен. 2 жыл жатты пент болып Жаңғараш Жантай бегіңнен, ауылым баса қонған соң әзер алдым өлімнен. Жаман қараңды өлтірдім өзіңнің қылған кегіңнен. Кім таласар жігіттер Құдайдың берген бағына, әркім шықсын табына. Қанайыңды мен сенің, атаң ақы бар меді, менің спатай, аңдасымның тамында. Білмеймісің кәрібоз, мойныңдағы жазаңды, құл болмасаң Құдайға кенекем алар мазаңды. Міндетін ханның алайын, қойдым деп маған ант берсең, арағың мен бозаңды. 2 саба арақты Жаңғараш пен Жантайың артып келсін ант етіп, тіліп қайтсын сабаңды. Қайтыс қылсын кенекем қатын менен балаңды. Арағыңды қоймасаң, Наурызбай берер жазаңды. Кәрібоздың сөзі, ықпалың асқан күніңде, айтарсың түрі сөзіңді. Асқар тауға Наурызбай, меңзей берме өзіңді. Алтын жаған қисайса, бір күн қырғыз ояр көзіңді. Атаң сенің Абылай, 10 сан жатқан орта жүз, ұйтқысын өзің шайқадың, қанды көйлек еліңді. Кіші жүзге сиялмай, тастай қаштың жеріңді. Төлеген ұғылы Жанғабыл, 90 кісіңді өлтіріп, бітеу сойып басыңды, қоқанға берген тіріңді. Басың кетер ханадан, жаның кетер тынадан, тіпті үміт қылмаймын, қолыңдағы Наурызбай қатын менен баладан. Атаң сенің Қасым хан, қан шеңгелдеп туыпты туғанында анадан. Салтыма тарттым десейші, солайша десең нанамын. Ержан кеткен түн қатып, қалың жаудың шетінен, хан баршаға жіберген, қудырып дамыл таптырмай, қашқан жаудың көтінен. 400 кісі бөлініп, қырғыздың қалың шетіне, хан жіберген баршасын жау бар ма деп бетімде. Түнде кеткен аз кісі жасанған жауға жолығып, Ержан түскен секілді. Бәрі де менің жазам ба, бұдағы менің бозам ба, бәр өзіңнің пәлеңді. Жасанған жауға жолығып, мінген бір аты зорғып, қолға түскен сықылды. Екпіндеп барған бетімен ханға келді Наурызбай. Ержан жауға барыпты, кешегі мінген бәйге көк, бүгін мойны талыпты. Уаллағылым кенеке, жасанған жауға кейлігіп, Ержан бір қолды болыпты. Бізді жоқтап көзінен Ержан жасын төкпесін, пенде болып қырғызға ердің бір көңілі шөкпесін. Батырды ұстап алдық деп, байлауға мықтап салдық деп, қырғызға дабыл кетпесін. Ержан батыр аңсызда жолығыпты аранға, ағасы кетсе артында інінің күні қараңды. Ержан жауға түскенді, біздің мұнда тақсыр хан, тұрмағымыз арамды. Маған жауап беріңіз, 200 кісі бөліңіз, Ержан үшін жан кешіп, ат жаратып қатырып, таңды бір көзден атырып, бір қайратты бастайын, тілеулес болып тұрыңыз, 3 жүрден қаптап шабайын, асуына шығармай, айырып алып қалайын, қан құстырып келейін, сақау қырғыз талайын. Кенехан жауап бермеді, Науанның көңілін күрмеді. Шығар жаудың алдына, Науанжан маған ер дейді. Шабар мезгіл таянды, атпенен ердің өнері. Толды бір қолға сыңысып, қызыл су самса кенері. Қырғыздан кірді майданға, біреуің шық деп сайранға. Шынының асқан бедері, Байзақ Датхуан сөйлейді, сөйлегенде не дейді?
қызыл су мен самсаның қолға толды арасы, қарағаштай кеп дулат ханға болдың қарашы, қысылған жерде әркімге әруақ бір болсын панасы, жеміт болған дұшпанға Алашбайдың баласы, аузының аласы, кімнен таяқ жегендей бір ауызға қараса біздің қазақ баласы, біреуің атқа мініңдер, бедерге жауап беріңдер. Олардың бізден артық па атасы менен анасы, таусылдың ба Мәмбеттің найза ұстаған баласы. Қайғыға толды бұл жолда қазақтардың қойыны, батырлардың майданда қызбас болды ойыны. Ер Байзақтың сөзіне еш адам басын көтермей төменде түсті мойыны. Қырғыздың қолы жиылды, әр жерлерден құралып, қыстай мінген қазақ баса алмай жатыр аяғын, қып-қызыл тастан туралап. Майданға бедер кірген соң, кел қазақ деп тұрған соң, шыдамайды Наурызбай, түрегелді орнынан, шыбықтай белі бұралып, камзол ішік үстінде бауын үзіп белсеніп, ағауызын мінді де түсті бір таудан теңселіп. Сол арада Наурызбай жігітлерін қайрайды, ғайбат бірлән ісі жоқ, бұлбұлдайын сайрайды. Жақсы болса ханымыз, қайтпасты бастан бағымыз. Жау қарасын көргенде ойыңнан шығар деуші едім үйдегі малбас жаныңыз. Қарағаштай көп қырғыз, қиқу салда дабыл қақ, атын қойда өзін шап, қатты тартта көзді бат. Майданға кірер күн бүгін, қылыштасып майданда, біз қалмалы арманда, қан төгісер күн бүгін. Бүгін жаннан кешіңдер, көбінді қолдан пішіндер, әрғайсың оннан шаншыңдар, артықша туған ерлерім, іс көрсетер күн бүгін. Таудың басы қарлы тұман, қырғыздарға бермей аман, бүгін болсын ақыр заман. Жанымдағы арыстандарым, жаннан кешер күн бүгін, жанымда жүрген шерлерім, күміс қылыш белдерім, осындай жерде керек деп көзімнің майын бергенім. Солайша айтып Наурызбай тартып жіберді аға озатты жамбасқа, қолын бір сілтеп суырды Тұрсынбай берген алмасқа. Артына көзін салмады, үйде бір қалған малбасқа, шыға шапты Наурызбай бұлдырықтай зырқырап, бедер шықты қасқатпен қояндай шаңы бұрқырап. Хан қасынан ұмтылды Меңдібай, Дулат, Ағыбай, Шәкірмен Жәуке, Төлебай, арғыннан шыққан қос жігіт, табыннан шыққан Бұқарбай, Төртуылдан Жанайдар, Қарауылдан Кенжетай, 11 жігіт жөнелді Наурызбайдың соңынан. Сол сапарда Наурыздың жұлдызы бір туды оңынан. Сол уақыттар болғанда бедерде сонда сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді. Ай Наурызбай, ай төрем, патшазада баласың, ғақылың асқан данасың. Алдында айдап шулаттың қырғыздың қатын баласын. Ер деушеді Наурызбай, біріңде келсең болмай ма? Иттеріңді шұбыртып төрем қайда барасың? Артына қарап Наурызбай ерлеріне сөйлейді, сөйлегенде не дейді? Әрғайсың бір жерге ұқсап келдіңіз бе бәріңіз? Біздің бүгін кеудеден шықпақ бір болса жанымыз, келгенменен ерлерім қорғауға келмес халіңіз. Құдай берсе әбүйір, түсірген атты алыңыз. Жазым болсам бұл жерде сүйегіме шабыңыз. Бедер айтты бір сөзді, төгіле қалдау арымыз. Сөзге сынық болмайын, ерлерім кейін қалыңыз. Сол уақыттар болғанда бұрқ-сарқ етіп айқасты, батырлар күшін байқасты, төренің асты қайласы, қайраттың тиді пайдасы. Айқасып қалған мезгілде шолтаңдап Бедер мырзаның аспанға ұшты найзасы. Бедер келіп жолыққан Кекіліктің тауынан, Наурызбай келіп жолыққан Қызылсу самса бауырынан. Айқасқанда екеуі Бедер мырза жығылды күрең қасқаттың сауырынан. Мұнарамен шаң болды шу мен таудың жағасы, төрелердің жар болдау хан Абылай бабасы. Бедер аттан ұшқанда, я Құдай деп шуласты үш алаштың баласы. Аузы жетті тілектен, найзасы тиді білектен, шанышқан екен Бедерді Наурызбай төре жүректен. Сыртынан шығып темірін суыралмадау жақсылар, қан менен қаттау жібектен. Әр тараптан қырғыздар қиқуласып ат қойды үміті болып сүйектен. Жалғыз шапты Наурызбай жауға қарсы енуге, шауып барып Бұқарбай өткізіп алды шылбырын ер Бедердің беліне. Ордалы құлан серкелі малақай қылар үйегін,
3 ай 90 болғанда шаруа шешер күйегін түсіріп түрі кеткен соң Бұқарбай батыр ап кетті Ербедердің сүйегін. Қарасайшы Құдайдың бұларға берген бақтарын бермейміз деп артынан қырғыздың қаптай шапқанын, араласып соғысып Бұқарбай батыр ап келді артында қалған аттарын, алып келіп оларды хан кенеге тартқанын. Ербедердің артынан Олжа Болат баласы Ораз кірді майданға, бастан ауған бағы бар, қарайып тұрған ханы бар, жаны қайтып шыдасын Наурызбайдың қосында некелеп алған жары бар. Ораз шапты ар жақтан, Наурызбай шапты бер жақтан, айқасқанда екеуі Ораз мырза жығылды Телғоңыр аттың сол жақтан. Бір себептен Ағыбай қарайған екен қанына, жеткен екен төпелеп Наурызбайдың жанына. Түсіріп түрі кеткен соң шауып барып Ағыбай Ораздалды көтеріп Телғоңыр аттың жалына. Қоқилап келген қырғызға бермей кетті тағы да. Қазір оған қарап тұр Наурызбайдың жұмысы, тасып киімге сыймайды хан кенеге денесі. Қарала атты бір қырғыз тағы да кірді майданға. Мынау кім деп сұрасаң Жанғараштың інісінің бірісі қыстай шауып жол қылды Қызылсу самса жиегін. Наурызбай түрі ағытты ерлігінің тиегін. Түсіріп түрі кеткен соң жақын жерде қырғыздар алып бір қалды сүйегін. Шапқан сайын ағауыз жерді таптап өктеді. Қырғыз қазақ ерлігін Наурызбайдың сөкпеді. 2000 кісі қырғыздан өзен жолын өрледі, жаяу мерген төккелі. Оны көріп Кенехан ек қақты нөкерге, арбадан арыс көтерді. Шымғалды қойды қатарға, жиылған кепке атарға. Зеңбірекке оқ берді, құлағына от берді. Зеңбіректің аузына селдір сирек топ келді. Зеңбіректің аузы өтіп, қолдың болды көтінен. 8 кісі ұшырды селдір сирек шетінен. Бір боз атты ұшырды қырғыздың арғы бетінен. Сол арада қырғыздар ойран болып бүлінді. Қасында тұрған Наурызбай сұңқардай соғып ілінді. Және оқтап атқанда ұрмай соқпай зеңбірек ортасынан бөлінді. Қырғыз қашты алақтап, Наурызбай кетті шабақтап. Бір тозаңның астынан Наурызбай шықты бір жерден 10 ат ұстап салақтап. Бір тозаңның астынан 9 атты ап келді Меңдібай, Дулат, Ағыбай. Бір тозаңның астынан 12 атты ап келді Шәкір мен Жәуке, Төлебай. Бәрі келіп қосылды Қызылсудың беліне. Көңілі бітті науанның түз татырған еріне. Шыға шапты Наурызбай 2000 қырғыз айналып мерген төккен жеріне. 8 мерген бір жерде білте шекіп жатқаны, жалғыз барған төрені тігесінен атқаны. Шара бар ма Құдайдың бұл сапарда қаққаны, қой боғындай қорғасын ажалы жоқтан таппады. Мылтығын тастап тау тасқа қайта қашты мергені. Мергеннің атын бермеді, араға түсіп кернеді. Біреуін шаншып түсіріп, екеуін шаншып өлтіріп, 5 мергенді тырайдап, 8 мылтық өңгеріп тартуға ханға бергені. Бұларға атын бер дейді. Қызылсудың жарында найзасын тұрды таянып. Ханды қара баспаса, барса ниетті сол жолда. Қалың қолдан оянып, күн батқанша атысып, мерекеге батысып, ағауыз ат оққышты. Қызылсу самса боданның аңғарынан шаң асты, атынан әркім адасты. Болғаны қырсық мін осы, қырғыз қазақ екі жар Наурызбайға таласты. Қазақ аз да қырғыз көп, орта қалып қамасты. Наурызбайға түйіліп, үсті-үстіне үйіліп, аттарын басқа сабасты. Қияда жүрген Бұқарбай көре сала төрені, жандамалап жанасты. Шауып келіп Бұқарбай ерінің мінді артына, үзеңгісін шығарды. Қиын жерде селбесіп, төріге шықты мінгесіп. Қырғыз жетті алысып, айғайлап сүрен салысып. Ағыбай сыртын айналды, құтқармаққа ойланды. Наурызбай менен Бұқарбай мінгесулі бір атқа, бұлардың қолы байланды. Бастығын жетіп дендеді, қорғауға әлі келмеді. Алдыңғы келген қырғызды Ағыбай шаншып кернеді. Және қайта ұмтылды, төрені жауға бермеді. Шәкір шапты бұл жақтан, Дулат, Қабан, Меңдібай. Ода келді бір жақтан, Жәуке менен Төлебай. Кертайлақ атты ап келді. Мініп алды Наурызбай көлденеңдеп тұрысты. 8 жігіт бас қосып, су бойында ұрысты.
Тоқтаталмай көп жауды белеңге ойнап шығысты, шұбыртпалы Ағыбай талайды жүректен шанышты, итшілесіп, сілкісіп қорғап шықты төрені, қиын жерде түбектен кертайлақты мінеді, ағауыз аттай болмады, тасып жүрген науанның көңілі де бұған толмады, шанышпақ түгіл қырғызды болмады қорғау басына, қайтып келіп Наурызбай ханның түсті қасына. Өсіп бір сонда сөйледі, Құдай менде төреге, долданып қатты ашына, тау суындай сарқырап, дұшпан алды өренді, қырғыз тұтқын қылыпты ержан сынды төреңді, қолға түскен шағында екінім бір ағам бар, сатылсам менің бағам бар, өлсем алар құнымды, ала алмас ешкім тонымды. Сөйдіп айтқан ержанның інісінің бірі сен, қалдым жалғыз қайранда, ұзақ күн болдым майданда, бір көрмедің мені сен, ержан жауға түскенше сен ақ түссең болмай ма? Бар болса менің бір ісім, жауға шабар белсеніп, жігіттің жанға мырзасы, тар жерде келер жолдас боп, ерлердің найза құрдасы. Ат жығылған шағында, ержан болса қасымда, болмас едім қазаққа әзіл сөздің олжасы. Бәрі де жау боп көрінді Алатаудың тастары, елден бұрын нысанбай жоқ сұмдықты бастады, қобызы қалды байлаулы қосшысының қасында, қобызды қосқа тастады, кейінгі қосқа қашқалы, қыстай шауып жол болды Алатаудың дарасы, бұл сапарда қазақтың болмады қабыл тәубасы. Болғанын қырсық білмеді, ел екен деп қырғызды көздеріне ілмеді, 40 мың кісі ертіп ап, орман келді бұғыдан, ақ қалпақты қырғыздың үйінде еркек қалмады, Рүстем менен Сыпатай үндес болды қырғызға, күн батқан соң қосылды, әне ауыздың аласы, 12 мың дулатты Рүстем айдап қашырды, мойнына болсын жазасы, амалдас болып қырғызға, қанды екен қандай табасы. Сол қалғаннан төрелер еліне қайтып келмеген, қарашы халқын көрмеген, жұрт сарсылып тіледі, тілеуді Құдай бермеген, киімді бала тудырған, алтынды қылыш будырған, абылайлап ат қойып, жауды көрсе қудырған, көп сарғайтып келмедің, Кенехан, саған не болды? Дорбадан жемін жегізген, қысырдың сүтін емізген, басқыншы қалың жау келсе, алып шығар дегізген, Кенекемді қалдырып, көк бурыл саған не болды? Патшада бар алтын тақ, жасынан Құдай берген бақ, біз мейлі қара бүркіттей, шабытты туған суғанақ, бір атадан жалғыз тақ, көп сарғайтып келмедің, Наурызбай саған не болды? Қайғы түсті басыма, заманым бұлай тарылып, салтанатты төреден қалғанан соң айрылып, бөлініп кеткен 10 мың дулат байзақ бас болып, Рүстем оғлы Сыпатай қырғызға үндес болып, біз түн ішінде біріміз қалмай қашалық, аз ғана төлеңгітімен өздерін оңаша тастап, сонан соң Алмайтұғын оның несі бар деп қырғызға бірігіп кетті. Наурызбайға бір кертайлақ деген атты апарып мінгізіп еді, ол ит түске шейін шабуға жарамай, көзі терлеп тұрып алды. Кенені Құдай жондады, қырғыздың ісін оңдады, арамғатқыр кертайлақ ағауыз аттай болмады. Кенесары ханның қолы дулат дүркірей жөнелген соң түн ішінде сатырлап қашты. Кенехан өзі тұрған жерінде тұрып қала берді. Ағыбай, Жанайдар үш қайырылып барды, жүріңіз тақсырлап, хан болмады. Сонда қырғыз Суанбек деген ханға қылыш суырып дүрсе қоя бергенде, Жанайдар батыр Суанбекті жанаса беріп шауып қалғанда, Суанбектің басы допша домалап жерге түсті. Сол қылыш Суанбекті шапқан көк қылыш атанды. Жанайдар батырдың үйінде әлі бар. Ханның қашпасын білген соң, Арғынның 80 жігіті менен Ағыбай, Жанайдар бірі алдынан кезеуілші болып, бірі артынан тосқауылшы болып, қуып жеткен қырғыздарды шаншып тастап, есен аман құтылып елге келді. Наурызбай аты болдырған жерде аттан түсіп, малдас құрып отырып алды. Сен кімсің деп сұраған қырғызға айтқаны, сұрасаң арғатамды хан Абылай, қолында ұстағанды күлдірмамай. Ит қырғыз, танымасаң танытайын, қырғызды қатын қылған мен Наурызбай деп қасқайып қарады да отырды. Онда қырғыздар,
қорқып танар мекен, жоқ шынын айтар мекен деп сұрасты. Наурызбай қолға түскен соң, осы әңгімені бастан аяқ сөз қылған Нысанбай жыраудың айтқаны. Піспектің ат суарар басыменен, береді орыс атқа сұлыдан жем. Науанжан қалағаның мен берейін, манабым жаман қара өлтірген кім? Онда Науан айтады: піспектің ат суарар басыменен, береді орыс атқа сұлыдан жем. Ит қырғыз қалағаным берер болсаң, манабың жаман қара өлтірген мен. Онда қырғыз айтады: Науанжан, сенің өзің төресің ғой, қырғызға абылайлап тиесің ғой. Манабым жаман қара сен өлтірсең, бөлініп сен де сондай өлесің ғой. Екі бірдей қанатым, топшыдан сынды қайырылып, неше сынды дұшпанға төрелер түсті санатың. Жаңбыр жаумай су болды, асылда қымбат манатым. Неше сынды достарың түрмеге түсті санатың. Еншілескен ерлерге тиюшеді ғайратың. Тасқа тимей кетілді, балдағы алтын болатым. Жаның қайда жай табар, жадыңда жаббар болмаса, көңілің қайда жай табар, көрерге дәулет болмаса. 40 мың әскер аттыға бейшара ныжам көрінер, сүзеген керней болмаса. Жұртың екі бөлінді, қайда барып жұрт болар, Кенесары қасында ер Наурызбай болмаса. Халық есі хандарда қандай айтса мін бар ма? Шегірткеге талатқан қырғауылда жүн бар ма? Жапалақтан жасқанған жалғыз қазда үн бар ма? Ағауызды жүгіртіп, Кенеханды тірілтіп, кеп қақсасақ жақсылар, Наурызбай келер күн бар ма? Кенеханның тұсында қарт бурадай жарадық, жауған қардай борадық, абылайлап ат қойып, дұшпанның алдын орадық. Кенехан жазым болған соң, бет-бетімен тарадық, көрінгенге қорғалап, кісі аузына қарадық. Өзіміз шапқан созақтан бір шақты ақын сұрадық. Бастан ауды бағымыз, иесіз қалды тағымыз. Төрелер өліп қалған соң, ұстағанның қолында, тістегеннің аузында ат жемі болдық тағы біз.